алынатын немесе берілетін жылуды q әрпімен белгілейді, оны жылу мөлшері деп атайды. Жылу мөлшері. Өлшем бірлігі джоуль. Жылу мөлшерін табу үшін С деген шаманы көбейтеміз дененің массасына және температура айырымына. Мұндағы С деген меншікті жылу сыйымдылық деп аталады. Меншікті жылу сыйымдылық. Өлшем бірлігі джоуль, килограмм, кубиту градус. М деген масса. Жылуды берген немесе жылуды алған заттың массасы килограммен. Т1, Т2 температура, яғни бастапқы соңғы температуралар. Температура. Егер жылу берсе Т2 минус Т1, жылу алса Т1 минус Т2, яғни үлкен температураны кішіні азайтамыз. Осы формуладан заттың меншікті жылу сыйымдылығын табу үшін жылу мөлшерін бөлеміз. Масса Т2 азайту Т1-ге. Қысқаша бізде жылу мөлшерін С көбейту М көбейту дельта Т деп жазуға болады. Дельта Т ол бізде Т2 азайту Т1. Яғни қанша градусқа жылыды немесе қанша градусқа салқындады, соны білдіреді. Егер бізге қанша градусқа жылыды десе, онда дельта Т-ны іздейсіңдер. Заттың жылу сыйымдылығы ол физикалық мағынасы. 1 килограмм затты 1 градусқа жылыту үшін қажет жылу мөлшері. Яғни масса 1 килограмм, дельта Т 1 Цельсий болса, градус Цельсий, сонда біздің С-міз Q-ға тең болады. Жылу сыйымдылықты алу үшін біз кітаптың артында кестені қолданамыз. Оқулықтарда кесте болады, сонда қатты заттардың, сұйық заттардың, газ заттардың жылу сыйымдылықтарын қараймыз. Мысал қарастырайық. 0,13 килограмм суды 13 градустан 20 градусқа дейін қыздыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Жазамыз берілгені. Масса бізде 0,13 килограмм. Бірінші температура 13. Цельсий, екіншісі 20. Цельсий. Жылу сыйымдылық кесте бойынша қарайсыздар, 4200 джоуль килограмм градус. Табу керек жылу мөлшері. Талдау. Q бізде С, М, Т2 минус Т1. Шешуі. Так, С бізде 4200 джоуль килограмм градус жазамыз. Масса 0,13 килограмм. Температура 20 градус, азайтамыз 13 градус. Кем болады? 8820 джоуль. Жауабы 8820 джоуль. Келесі мысал. Масса 120 грамм күміс зат 66 градустан 16 градусқа дейін суығанда қоршаған ортаға 1,5 килоджоуль жылу мөлшерін берді. Күмістің меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз дейді. Берілгені. Масса 120 грамм, температура 66 Цельсий, екіншісі 16 Цельсий градус. Жылу мөлшері 1,5 килоджоуль. Табу керек. Так, күмістің сыйымдылығын жазайық. Оны біз табуымыз керек қой. Так, күмістің жылу сыйымдылығын табыңыз дейді. Табайық. Табу керек. ХБЖ 120 мыңға бөлеміз 0,2 килограмм. Ол бізде 1500 джоуль болады. Талдау. Заттың жылу сыйымдылығын табу үшін жылу мөлшерін бөлеміз. Масса көбейту Т2 минус Т1-ге. Шешуі. С тең болады бізде 1500 джоуль, 0,12 килограмм, 66 градус, үлкен екінші азайтайық, 16 градус тең болады. Сонда күмістікі бізде 250 джоуль килограмм градус. Меншікті жылу сыйымдылық. Егер есеп шығарғанда сіздерде жылу сыйымдылық берілсе, яғни меншікті деген сөзі болмаса, жылу сыйымдылықтың өзі жазылып тұратын болса, жылу сыйымдылық деп. Онда ол үлкен С. Үлкен С ол кішкентай С көбейту масса. Яғни меншікті жылу сыйымдылықты масса көбейтсек, бізде жылу сыйымдылық шығады. Бұл массамен бірге есептелгенде деген сөз. Жаңа сабақтың басында айтқандай, егер қанша градусқа қызды немесе салқындады десе,
онда дельта Т іздейсіңдер. Қанша градусқа десе. Қанша градусқа. Дельта Т қараймыз. Енді біздің заттың түрлі агрегат күйінде оның жылу сыйымдылықтары әртүрлі болады. Мысалға суды алайық. Су сұйық күйінде меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоуль килограмм градус. Ал осы қатты күйінде су, мұз болғанда, ол 2100 джоуль килограмм градус. Яғни ескеру керек, қандай агрегаттық күйде берілгенін. Тағы айтатын жайт, егер сізде калориямен берілген болса, яғни бұрынғы оқулықтарда, бұрынғы заманда джоуль емес, калориямен айтқан. Соны есептесе бір калория, бір кал деп жазылады. Ол бізде 4,2 джоульге тең. Сәйкесінше, бір килокал, то есть килокалория, ол бізде 4200 джоуль болады. Егер сізде көлем берілмесе, бірақ ұзындығы ені биіктігі берілетін болса, онда көлемді А көбейту Б әдісімен тауып аласыңдар. Масса берілмесе, тығыздықты көбейтесіңдер сол көлемге. Еске сала кетейік, литр берілсе, 1 литр ол 10⁻³ метр куб ХБЖ айналдырғанда.